Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Орталық сайлау комиссиясы сайлау бюллетенінде партиялардың қандай ретпен тұратынын анықтау үшін жеребе өткізді. Жеребегі тіркеудің өткен 7 партияның өкілдері қатысқан. Ортаға шыққан партия өкілдері біріншіден 7-ге дейін сандар жазылған конверттерді алыпты. Сәйкесінше жабық конверттегі нөмір партияның тізімде нешінші болып тұратынын анықтады. Жеребе қорытындысына сай 19 наурызға тағайындалған партиялық тізімдер бойынша парламент мәжілісі мен мәслихаттарға кезектен тыс сайлауда дауыс беруді өткізу кезінде саяси партиялардың атаулары сайлау бюллетенінде келесі тәртіппен орналасады. Аманат партиясы бірінші орында, Ауыл халықтық демократиялық партиясы екінші орында, Республика партиясы үшінші орында, Қазақстан халық партиясы төртінші орында, Байтақ жасылдар партиясы бесінші орында, Ақжол партиясы алтыншы орында, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетінші орында. Жеребені өткізу тәртіптері хаттамамен бекітіледі, деді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәбила Мұстафина.